Assalamu alaikum. Men Aqilbek Davlet bolam. Kеше улым соды болды. Сәрсенбектің адвокаттары барынша енді айып тауып, нечеде болып тауып жатыр, шығарып жіберуге әрекет қылады. Біз улым екеуміз бар дәлелдемелерді бердік, 100% дәлелдемесі тұр. Ақша алғаны туралы, ақшаны досына өткізгені, досы әйеліне өткізгені, Евразия Народный банктен Евразийскийге өткізгені, Евразийский банктен алғаны 100% дәлелденіп тұр. Бірақ та оны шығарып жібермекші. Біз енді Қазақстанда ол қазақский вариант, чемкенский вариант былайша айтқанда. Бізде ең үлкен жауымыз сол Абдырасилов соттың өзі болып тұр. Шымкент қала қылмыстық істер жөніндегі соттың судьясы Абдырасиловтың өзі бізге жау болып тұр. Не десеңіз, ол сол жаққа не бұрып жіберіп жатыр. 2 рет 20-сына, кеше 25-іне менің заңгерім Аманова Жадыраны себепсіз шығарып жіберді. Мынаны берің деп, ешқандай неге қосқанда жоқ, сөйлегені жоқ, бақырғанда жоқ, спорласқанда жоқ. Бірақ та ол кісіні себепсіз шығарып жіберді. Мен шығын деп айттым деп өзінше айтып жатыр. Кейін 20 күні Пазылова барша, менің ұлымның 20 жылы 11 ай 20 жылы жасап жүрген үйінің хозяйкасы Сәрсенбек, ОБН қызметкерлері Абдрахманов пен Ханазаров, участковый Шахмардан и мемлекеттік адвокат сол үйіне барып жетонды алған туралы дәлелдеме бар еді. Бірақ та оны кім дәлелдеме шығарды деп айтып қойды. Сол